Ұшты картоп бағасы ұшты, еттің бағасы қымбаттағанда, етсіз картоп жейтін біздікілер үшін ендігі жерде ол да қол жетімсіз болғаны ма? Баға тұрақсыздығына кім кінәлі? Тегін дәрілер науқастарға неге кешіктіріліп беріледі? 2025 жылы дәрілік заттар қымбаттай ма? ақш-тың 47-ші президенті Трамп болды. Әлемдік саясат қалай құбылуы мүмкін? Өз аймағын таза ұстай алмаған 61 шенеунік жазаланды. Тазалықтың табалдырықтан басталатын жайғаны біліп қою жеткіліксіз. Таза Қазақстан ұғымы іспен сәйкес келмесе, қай өңірдің экологиялық жағдайы күрделі? Әскерден табытпен қайтқан сарбаздардың обалы кімге? Қашан қорғаныс саласы сарбаздардың ата-аналарының, балаларының қауіпсіздігіне кепілдік береді? Әскерде таяқ жеп офицердің салғырттығы салдарынан оқ тиген депутаттар кімдер? Үкімет басы Олжас Бектенов әріптестерін отандық ойынды қолдауға шақырды. Кім қандай ойын ойнайды? Өзіңіз азық-түлік бағамын көзіңізбен көріп жүрсіз бе? Азық-түлік алуға өзіңіз барасыз ба? Неге көмектесесіз ба? Баға қалай бара жатыр? Шақтап бара жатыр? Мен көріп жүрсің ғой, менен несін сұрайсыздар? Баға қымбаттап бара жатқан белгілі, ол жөнінде баспасөзде көп айтылды, ол жөнінде базарға барсаң да белгілі. Мынау айына жүргізілетін мониторингтан да көріп отырмыз бағаның өсіп бара жатқанын. Ол енді елдің экономикалық жағдайына байланысты туындап отырған осындай жағдайлар деп қабылдау керек. Өзге мемлекеттер жоқтан бар жасап, ұлтарақтай жерді тиімді пайдаланып, ішкі сұранысты қанағаттандыруға тырысып жатады ғой. Әлемде жер көлемі 9-ші орында аламыз, су ресурсымыз бар. Неге біз ішкі сұранысымызды қанағаттандыра алмай отырмыз? Министрлікке қандай да бір сын айтыла ма осы кезде? Жоқ, ол берді мәселен негізі ауыл шаруашылығының негізгі мақсаты ол өндіру. Мәселен, жаңа сіз айтып отқан картошка биылғы жылға жетеді. Мәселен, ана статтан енді қарайтын болсаңыздар 2.900.000 тонна жаңа не қылды, дайындалды. Бізде жаңағы тиісті керекті картошка 100 килодан есептесеңіз, жаңа 20 миллион халыққа 2 миллион тонна кетті деңізші. Ар жағында 900.000 тонна қалды. 900.000 тоннаның 600.000 тоннасын өзбектер алып кетті деп жатыр ғой. Қалған 300.000 тонна тағы да бар. Бізде дұрыс жоспарлау керек, соны дұрыс ұйымдастыру керек. Сол мәселенің бәрін, картошканың бәрін өндіріп жатқан фермерлер артық пайда көріп жатқан жоқ. Кеше өздеріңіз байқадыңыздар ғой, 180 мен 200-дің төңірегінде өткізді. Ал енді қалған жаңа 450, екі есе қымбаттатып сатып жатқан ортадағы жол бикелер. Соларды тежеу керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін сауда министрлігі, экономика министрлігі, басқа жаңа агентство бәрі жұмыс жасау керек. Сөйтіп барып ретке келтіру керек. Бәрі шұғылдама керек. Сол өсіп жатқан картошканың өзі оңайлықпен келіп жатқан жоқ. Ол ана фермерлердің маңдайақы еңбек тері. Бұл біріншіден біздің өкіметтің жоспарлау механизмдерін жаңағы тиімді жасау керектігін көрсетеді. Өйткені енді біздің көршілеріміздің жылдан жылға саны өсіп келе жатыр. Саны өсіп қалғандықтан олардың жаңағы азық-түлікті тұтыну деңгейі жоғарылайтын болады. Бірінші бізде өкіметке осыны жоспарлау керек болады. Ең негізгісі. Екінші, енді осы Қазақстанның ішінде біздің осы өзіміздің осы азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміздің жаңағы тетіктерін өзіміз жасауымыз керек. Неге? Өйткені айналада қазір тұтыну арта беретін болады. Қазақстанда халқының саны өсіп келе жатыр. Сондықтан халыққа ең бірінші дәрежелі қажетті азық-түліктің барлығын осы қамтамасыз етіп, онан кейін екінші, егер баға өсіп отыратын болса, мынау азық-түлік интервенциясын жасайтын жағдайға жетуіміз керек. Менің ойымша, бұл жаңа проблеманың шығуы осы баға өсіп кеткеннен кейін мына өкімет ішкі нарыққа интервенция жасай алмай қалды. Когда вы последний раз были в магазине и по какой цене вы брали картофель? Вчера был в магазине в Смоле 185 тенге. В Смоле? Пожалуйста, у меня в Магнуме по 185 тенге. Подождите, так вы были в Смоле или в Магнуме? Я был и в Смоле, и был в Магнуме. И сколько килограмм вы взяли? Я поинтересовался ценой, честно. Я не покупал картофель, поскольку у меня есть картофель дома. То есть, если бы необходимо было, я бы купил его по цене 250 тенге в Смоле, 185 тенге в Магнуме. То есть, картофель, вы же понимаете, что это продукт, он может быть разный. Есть продукт крупный, есть продукт средний, мелкий, мытый, не мытый, еще раз повторяю. Но сам по себе картофель, качественный картофель от наших отечественных сельхозтоваропроизводителей при отпуске не превышает 220 тенге. Біз қазір өзіміз ауыл шаруашылық аграрлық ел бола тұрып, қаншама азық-түлікті сырттан әкелеміз. Ресейден қанша шұжық өнімдері келеді, қанша
кондитер өнімдері келеді біздің. Басқа сырттан аламыз. Осының бәрі қазір бізде экономикада 30 жыл бойы қалыптасқан мына кереғарлықтардың салдарынан туындап отырған дүние. Оны біртіндеп реттеу керек енді. Ол жүзеге асып жатыр. Қазір реттеу мәселесі жүзеге асып жатқан шығар. Оны қолға алынып жатқанын білеміз. Бірақ енді оны мен кесіп айта алмаймын. 5 күн, 10 күн, 1 ай деп. Тағы да 30 жыл отырмаймыз ба? Ол Енді сіздер осылай жүрсеңіздер, 30 жыл жүреміз. Келесеміз енді, сіздер депутатсыздар ғой. Оны депутаттар шешпейді жаңағы. Енді сіздер көтеру керексіз. Біз көтеріп жатырмыз ғой. Мен өткен ғана, сіз тыңдап жүрсіз бе? Өткен ғана пленарлық отырыста осы азық-түлік мәселесін көтердім. Сіздер ештеңені тыңдамайсыздар да келесіздер, бүйірден келіп жаңа бір қойып қалатын бір сұрақтар қойсыздар. Ол депутаттар көтеріп жатыр бұл мәселені. Депутаттардың тарапынан ешқандай да бір кемшілік жоқ деп ойлаймын бұл мәселе көтеруде. Мәселе көтеруде емес, мәселе көтерілген мәселені орындауда. Ауыл шаруашылығы егін екпей, сиыр саумай, ешкі бақпайды. Оны жасайтын қарапайым біздің қазақ. Соны қаржыландыратын тиімді Біз бағдарламалар бәріне де жұрт ойлағандай қаржыландыра алмаймыз да, қаржыландырмаймыз да. Мәселе дұрыс ойын ережелерін қалыптастырып жасау. Таза, егер фактіге сүйенсеңіз, қазір ауыл шаруашылығы министрі ақтап шығуға болады. Малдың саны өсіп келе жатыр ма? Өсіп келе жатыр. Припискалар жоқ болды ма? Жоқ болды. Егістіктердің саны артып келе жатыр ма? Артып келе жатыр. Помидор, банан егіп жатырмыз да, егіп жатырмыз. Басқару жұмыстарының тиімсіздігі деп мен есептеймін. Себебі ол картоп бізде жоқ емес, бар ғой. Яғни тиісті салалық министрлік бұл мәселені жүйелі түрде ұйымдастырмаған деп есептеймін. Диқандармен жұмыс жасау керек еді, сатушылармен жұмыс жасау керек еді, алдын ала бәрін болжап есептеу керек еді, жаңа айтып отырған экспортты дер кезінде шектеу керек еді деген сияқты көптеген мәселелер бар ғой. Сонымен айналыспағаннан кейін осындай жағдай бізде көбінесе сол өрт болғаннан кейін кірісіп кетеді да, өрттің алдын алу дейтін мәселе, профилактика дейтін мәселелер бізде кенже қалып жатады. Магнумда картофель жоқ таусылмаған. Сіздер Магнумда бүгін барып тексеріңіз. Бүгінде де жоқ ол. Демек кеше болмаған, түнде болмаған, қазір де жоқ. Әріптестер, субсидия не үшін беріледі? Пробосқа былай жайдан жай мысалға картофель жоқ деп өйтіп айтудың қажеті реальный жоқ. бағаны сіз 180 деп енді алдап тұрсыз ғой халықты. Неге алдап тұрмын? Коллеги, у вице-министра запись интервью. Алдау деген өйтіп сіз егер қазір мысалға барып тексеретін болсақ, Бізде Магнумға не үшін субсидия беріледі? Бұл жерде Магнумға субсидия бермейді. Кім айтты Магнум? Бізде субсидия Акиматтан көмек беріледі ғой, бағаны тұрақтандыру үшін. Акиматтар олар өйткені мына біздің акимат Астана, Алматы қаласы, Шымкент бұларда ауыл шаруашылық басқармалары болмағандықтан олар үлкен ірі сондай жүйелермен, сауда жүйелерімен контрактқа отырады, форвардный контракт. Алдын ала мысалға олар предоплата жасайды, сол қаражатқа Магнум өз тарапынан келісім шарттарға отырып, керекті объемды алдын ала сатып алып, күзде соны өзі сақтап, және осы маусым аралық кезде объективтік бағамен сатып береді. Неге осы жол тұрақтандырылмады сол бағалары? Бұл жерде акимат жоқ. Бұл жерде әкімдіктер, жергілікті әкімдіктер барлық сауда жүйелерімен бірге жұмыс істеп, пысықтап, осының бәрін анықтап, қалай болғанын. Соны қазір бүгінгі күні баға тұрақтанды. Отандық медицина саласында қаратып айтылатын сын ешқашан толастаған емес. Мін тағуды мақсат етпейміз. Дегенмен халыққа берілетін тегін дәрі-дәрмек мәселесіне келгенде халық арасында наразылық жиі туындап жатады. Мұндай жағдайда қайтпек керек? Бұл сұраққа айта кететін болсам, тегін дәрі-дәрмектік қамтамасыз ету мәселесі негізі бүгінгі таңда өз шешімін тапты деп айтсақ болады. Айтып өткендей, бізде жыл сайынғы сатып алу мәселесі бойынша биылдыққа ерте жүргізілгеннен байланысты ағымдағы жылдың 5 қаңтарынан бастап барлық емдеу мекемелерінде дәрі-дәрмектен қамтамасыз мәселесі жүргізілді. Бірақ осымен қоса айтқым келіп отыр, қазіргі таңда жаңа Ержан Шәкірұлы баяндамасы айтып өткендей, бізде төмендемейтін, яғни қор қалыптасып отыр, яғни СК Фармация тарапынан ол алғаш рет енгізіліп отыр, яғни ағымдағы жылдан бастап қосымша осы қор сатып алу арқылы қажетті дәрілік дәрмектер заттар толықтырылып отырады, қажеттілігіне байланысты. Демек 2025 жылы тегін дәрінің тапшылығы болмайды деп айтуға бола ма? Сөйтіп, болжамдауға болады. Әзірге таңда қандай да бір мәселе туындап отырған жоқ. 2024 жылы дәрілік негіздегі заттарды ешқандай себепсіз баға көтерілген фактілер бойынша айта кетсеңіздер, қандай жағдайлар тіркелді 2024 жылы ешқандай негізсіз баға көтеру бойынша, және қандай шаралар, қандай жауапкершілікке тартылды?
Саламатсыз, сұрағыңызға рахмет, комитет медфарм контролі. 24 жылы жыл бойында 12 ғана әкімшілік протокол тіркелді. Ол жаңағы дәріханаларда бағаны жоғары сатқан фактілер бойынша. Бұл егерде елімізде 7,5 мың дәріханамыз бар деп айтатын болсақ, 12 әкімшілік хаттама ол дегеніңіз тіптен аз. Сол себептен айтуға болады, бүгінгі таңға дәріханаларымыз және дистрибьюторлық компаниямыз бекітілген бағаның шеңберінде дәрілік заттар сатылып жатыр. Әкімшілік кодексіне сәйкес 426 бабының 1 тармағына сәйкес өз әкімшілік шаралар көрсетілген. Оны біздің субъекттеріміз өте жақсы біледі, себебі біздің территориалдық аумақтық департаменттеріміз тарапынан және комитет тарапынан жиі түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Бұған дейін әріптестерім қойып кетті, жаңағы тегін дәрілік заттардың кешіктірілуі жөнінде. Осындай жағдайларға тап болған жағдайда, кешігіп жатқан жағдайда, не болмаса қандай да бір заңсыздыққа тап болған жағдайда, жедел желісі де жұмыс жасай ма, немесе онлайн жеделдетілген қандай шағым түсіруге мүмкіндіктер бар цифрландыру бойынша? Біздің аумақтық департаменттерімізге және комитетке толыққанды дәрілік заттармен қамтамасыз етілу мәселесімен арыздар келіп түсіп атады. Арызды егжей-тегжейін қарағанда бұл жаңадан табылған науқастар болуы мүмкін. Болмаса, дұрыс айтасыз, жаңағы 5-не келетін дәрі 15-не келіп ататын жағдайлар болады. Бұл кезде атап өткен адым кодексіміз бар, әкімшілік кодексінің 426 бабының 1 тармағында субъектке дәрілік заттармен қамтамасыз етпеген субъектілерге әкімшілік шаралар қарастырылған. 70 МРП-дан 1000 МРП-ға дейін. Ақш шекарасынан мигранттар енді өте алмайды. Ақ үйге оралған Трамп ендігі жерде құжатсыз мигранттарды Америкадан шығару үшін әскер күшін пайдаланатынын мәлімдеді. Ақ үй қожайыны оларды келген жерлеріне кері қайтармақ. Тіпті рұқсат барлары да ақштың табалдырығын аттай алмауы мүмкін. Ал мәжіліс депутаты біржыныстыларға Трамптың сәлемін былай жеткізді. 47-ші президент Дональд Трамп бұдан былай 2 жынысты бекітті. Яғни ақшта ер мен әйел жыныс заңмен шегеленді. Бұл ЛГБТ-ға, яғни табиғи жаратылысқа қарсы жын ойнақ топтарға енді ақшта заңмен тыйым салынады деген сөз. Бұл жаңалық батысты өздеріне қорғау санап жүрген қыз-текелерге төбелеріне жай түскендей болған анық. Осы тұста барлық қыз-текелерге дядя Дональдтан жалынды сәлем. Бұл ретте ақш президентінің шешімі мәжіліс депутаттарының ЛГБТ-ға қарсы ұстаныммен ұштасты. Өйткені біз мәжіліске келгелі бері ұлтымыздың болашағына балта шауып жүрген азғын жолмен күресіп келе жатырмыз. Мен білетін, үкіметке кемінде бірнеше нақты депутаттық сауалдар жолданды. Оған қоса, ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салуды көздейтін арнайы заң нормаларында әзірледік. Алайда осы әрекеттерімізге кейбір шенеуніктер батыс елдері өкілдерінің демократияны шектеп жатырсыңдар, адам құқын таптап жатырсыңдар деген ұстанымдарын желеу қылып қарсылық білдірді. Тіпті ЛГБТ өкілдері және олардың сыбайластары депутат әріптестеріме және олардың отбасыларына әлеуметтік желіде бұқаралық ақпарат құралдарында жаппай ақпараттық шабуылдар ұйымдастырды. Бірақ бұл күресте біз жалғыз қалған жоқпыз. Көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар жалпы қоғам бізді қолдап E-Petition кізі мемлекеттік платформасында ЛГБТ насихатына қарсы петиция жариялады. Небәрі 2 аптада петиция 50 мың қол жинаған білеміз. Бұл нені көрсетті? Бұл ұлттық болмысымызға жат ЛГБТ ағымына халықтың ашық қарсы екендігін көрсетті. Ал парламент бірінші кезекте халықтың мүддесін ескеріп, оны нақты заңнамамен іске асыру тиіс. Олай болса, үкімет тез арада келесі шараларды қолға алуға қажет. Бірінші, жоғарыда аталған петиция талаптарын толық қанағаттандыру керек. Екінші, соған сәйкес тиісті шараларды бірге қарастыру керек деп санаймыз. Үшінші, ЛГБТ-ны қолдап, мәжіліс депутаттарына ақпараттық шабуылдарды ұйымдастырған тұлғаларды тауып жазалау қажет. Құрметпен бір топ мәжіліс депутаттары. Трамп мырзаның қазіргі мінез құлқына қарап, оның президенттік құзыретін қалай бастаған алғашқы күннен бастап қарағанда, ол әрине бір шұғыл күрделі әрекеттерге баратынын көріп тұрмыз. Оның біреуі жаңағы, мысалы үшін жаңағы бірден миграция мәселесін тоқтату жөніндегі шешімі, ол өте сол жерде тұратын 10 миллионнан астам заңсыз мигранттар бар екен, Америкада. Ол 10 миллион, оның бала шағасы бар ғой. Оның балалары оқып жүр, басқа жерде бар. Оның бәрін қазір бірден
қуып шығу өте үлкен әлеуметтік теңсіздік тудыратын жағдай. Сондықтан біздің елге қатысты ондай әрекеттер мәселен мысал үшін мұнай нарығына байланысты болуы мүмкін. Егер Ресейдің мұнайын шектеу жөнінде Американың немесе батыстың санкциялары одан әрі күшейетін болса, теңіз арқылы тасымал 100% тоқтайтын болатын болса, ол жаңағы біздің елдің мұнай өндірісіне де әсері тиюі мүмкін. Біз Ресей арқылы Қазақстанда өндірілетін мұнайдың 40%-ден астамын біз Новороссийск терминал арқылы шығарамыз батысқа. Егер Ресей оны жауып тастайтын болса, біздің бюджет 30-40% кірістен қағылады. Сондықтан біз мынау әлем, ашық әлемде ашық саудада ашық аралас болып жатқан әлемде біз әлде бір катаклизмалардан, әлде бір тәуекелдерден сырт қала алмаймыз. Өз аймағын таза ұстай алмаған 61 шенеулік жазаланды. Тазалықтың табалдырықтан басталатын жайғаны біліп қою жеткіліксіз. Таза Қазақстан ұғымы іспен сәйкес келмесе, қай өңірдің экологиялық жағдайы күрделі? Стихиялық қоқыс үйінділерінің анықталған туралы Қазақстан ғарыш сапары деректер негізінде аумақтық экология департаменттері әрбір жағдайды тіркеп, әкімдіктерге бұзушылықтарды жоюға туралы нұсқа береді. Әкімдіктер тиісті шараларды қабылдамаған жағдайда лауазымды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сонымен 2024 жылы 164 лауазымды тұлға жалпы көлемі 9,4 миллион теңгеге, оның ішінде аудан және қала әкімдерінің орынбасарлары деңгейінде 61 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Соңғы жылдары анықталған қоқыс үйінділерінің саны едәуір азайды. Мәселен, 2018 жылы 8,7 мың қоқыс үйіндісі анықталып, оның 57% жойылса, 24 жылы шамамен 4,8 мың қоқыс үйіндісі анықталып, оның 91% жойылды. Ермек Беделбайұлы, Өскемен үшін өткір проблеманың бірі ол ауаның ластануы. Осы бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Баяндаңыз. Құрметті Олжас Абайұлы, расында да Өскемен қаласында соңғы кездері ауаның тазалығы өте нашар. Өскеменнің экологиясына бұл географиялық, климаттық, антропогендік шарттар әсер етеді. Нақтырақ айтқанда, қала сайда орналасуына байланысты, және деймді қыстағы мынау қаланың маңайындағы тұрған 2 су электростанция дәл Ертіс өзеніндегі орналасқан. Олар суды Ертіс өзенінде деймді қыстың күні қандай аяз болса да ешбір уақытта мұзға қатпайды. Қатпағандықтан температураның өзгерісіне байланысты қаланың ішінде ылғақ, дымқыл шыға береді. Және жылына шамамен былай қарағанда 180 күн жел болмайды. 10 шақты күні қолайсыз метео жағдайды туғыздырады. Қалада қазір 1000-нан астам кәсіпорын бар. Оның арасында 10 ірі кәсіпорын. Жалпы өңірде 70 кәсіпорын, 70 мыңнан кәсіпорын тіркелген. Сонымен бірге автокөлік және жеке сектордағы пештің түтінінде ауаны ластауға үлес қосып отыр. Бүгінгі таңдағы Сатпаев жезқазған Өскемендегі экологиялық проблемалардың барлығы ол кеңес өкіметіндегі экономикалық модельге байланысты. Өйткені ірі заводтардың барлығы сол жердегі халық тұратын ірі қалалардың жанына салынған. Ал ол сол кездегі заводтар сол кездегі экологиялық нормаға сәйкес келмеген. Енді қазір дүниежүзінде технология дамып кеткен, экологияны ұстап тұрудың әртүрлі тетіктер, механизмдері бар. Осы заводтардың иелері бүгінгі таңда Қазақстанның халқына тиесілі жер қойнауын игеріп жатыр. Сондықтан экологиялық проблемаларға қомақты қаржы бөлу қажет және солар шешуі керек. Ірі олигархтар шешуі қажет. Әскерден табытпен қайтқан сарбаздардың обалы кімге? Қашан қорғаныс саласы сарбаздардың ата-аналарының, балаларының қауіпсіздігіне кепілдік береді. Әскерде таяқ жеп офицердің салғырттығы салдарынан оқ тиген депутаттар кімдер? Астана қаласында өткен әскери сотта 19 жасар баланың өліміне байланысты сот өтіп жатыр ғой енді. Ол заң жобасына жатпайды ғой. Тікелей ресми өкілсіз ғой енді. Енді сұрайын дегенім, соңғы болып жатқан осындай жағдайларға тікелей офицерлердің кінәлі екендігі және тікелей өлімге қатысты екендігі айтылып жатыр. Аталған жағдай бойынша түсінік беріңізші өтініш.
Сол туралы кеше арнайы брифинг өткізілді. Құрлық бас қолбасшысы. Сонаған қосымша айтатын келесі. Жаңағы офицерлер, олар әскери тәртіп устав бойынша тартылды. Біреу жұмыстан шығарылды. Офицерлер тағы да тәртіп жазала нетті оларға. Баланың бетіне Макаров тапаншасын кезенді мысалы. Қазір тергеу жүргізіп жатыр. Мен айта алмаймын. Мен оның басында естіген жоқпын. Әскердегі өлім жітім қашан тоқтайды? Өлім жетім бұл әскери, ол тек қана бөлек емес қой. Ол мына біздің қоғамның бір бөлегі. Қандай не болып жатыр қоғамда сондай? Біздер айта алмаймыз қой. Қанша бізде жолда өлім тоқтайды. Ол тоқталмайды. Ол болған тоқталмайды дегенде әрине біз тырысамыз оны азайтуға. Қорғаныс министрлігі қашан ата-аналарға кепілдік береді? Сарбаздардың аман есен үйіне оралуына қашан кепілдік бересіз? Сіз кепілдік бересіз ба? Бүгін аман есен үйге жетіп алатын. Білмейсіз. Ол әлі адамның белгісі. Біз білмейміз, қазір мен жолға шықсам, бірдеме шығарса, кім кепілдік береді? Ешкім. Қазақстандағы әскердің мәселесін шешу үшін ең бірінші қоғамдағы тәрбие мәселесін шешу керек. Біздің балаларымыздың бір-біріне деген сыйластығын, балаларымыздың бір-біріне деген төзімділік мәселесі. Екінші мәселе ол әрине біздің офицерлердің жауапкершілігі. Оны да сыртқа тастауға болмайды. Менің ойымша бұл мәселені шешу үшін мынау қоғамдық бақылау туралы заңда осы мынау ата-ананың осы мынау әскердің ішіне барып, сол жерде бақылау жаңа функциялары бар, сондай құқық бар. Міне осы құқықты біз көбірек пайдалануымыз керек. Бұл әскерге де өте пайдалы. Өйткені әскердің ішінде егер біздің ата-аналарымыз әскермен бірге жаңа жүретін болса, ата-аналарындағы сұрақ азаятын болады. Өкінішке орай, бүгінгі таңда менің ойымша әскерде міне осы мәселеге байланысты олар әлі түсініспей жүр. Бұның бәрі дабыраның бәрі неден туады? Менің әскерде болған кезінде бізде хаттан басқа ештеңе жоқ болатын. Мен хат жазып жіберемін, Камчаткадан хат жазамын, Зайсанға, Өскеменге. Бір ай жүріп жетеді, бір айдан кейін келеді. Қазір екінің бірінің қолдасындағы телефон бар. Ол арқылы жаңағы ақпарат жетеді, оны қолдап кететін қоғам бар дүркіреп, соның салдарынан осындай дабыра туады, даңғаза туады. Әйтпесе біздің кезімізде де болды. Бізде талай таяқ жедік әскерде болғанда. Иә, таяқ жедік. Бірақ біз әскери уставта мынандай сөз бар. Стойко переносить все тяготи лишения воинской службы деген. Ол сен ант қабылдаған кезде антта жазылған. Я обязуюсь, клянусь, стойко перенести все тяготи лишения воинской службы деген. Бұл сөзді біз жаттап қана айтамыз да, біз санамыздан өткізіп айта алмаймыз. Біз өзіміздің табиғатымыздан өткізіп айтып, оны біздің отан қорғау алдындағы міндетіміздің бір бөлшегі ретінде түйсініп айтатын болсақ, онда бәлкім біз осы жаңа болып жатқан оқиғаларға да басқаша көзқараспен қарайтын едік. Сіздер солдаттың өлімін өзіне жауып отырсыздар, потому что ол морально дайын болмағанды. Қару-жарақпен жұмыс істеуге морально дайын болмаған. Сондай жағдай, сол үшін ол сондай жағдайға барды деп алдын ала ақпарат бойынша солдаттың өзіне жауып отырсыздар. Жоқ, онда олай болған жоқ. Оны әрине, оны мораль-психологиялық жағдайы осы сарбаздың төмендеу дегенде командир ата-аналарını звондап шақырып алды, оны сөйлесуге. Ондай болған жоқ, жаңағы сіз айтқандай. Олар өздері ата-аналары көп біледі ғой өзінің баласын. Қандай кемшілігі бар, қандай несілері бар, мінезі бар. Соны біліп алуға оны шақырып алды. Сондан кейін осы жағдай болып қалды. Өкінішке орай. Иә, өтірік емес, қазіргі таңда өлім әскердегі жиілеп тұр. Енді соңғы жайтты айтайын, Жетісу облысындағы Талдықорған гарнизонындағы Сарыөзекте болған жайт, Ербаянның жайты, одан кейін Ақтаудағы Оймаша полигонындағы жаңағы Макар пистолетімен өзін өзі атып алған жаңағы солдаттың жайты. Енді бұл мәселені тек біз қорғаныс министрлігінің мойнына артып қоймауымыз керек. Оның ішінде ұлттық ұлан бар, шекара бар, тағысын тағы деген секілді. Әр сала өзіне жауап беру керек. Бұл жерде устав болмаған жерде, білесіз, устав болмаған жерде осындай беспорядктар болады.
өзімнің басымнан өткен 2016 жылы, осыдан 10 жыл бұрын әскери қызметте жүрген кезде, яғни солдат қатардағы жауынгер болып жүрген кезде басымнан осындай іс өтті. Огнестрельный ранение левого третьего бедра, яғни сол аяғымнан жаңағы оқ тесіп өтті. Ол сол жердегі офицер сержанттардың салғырттығынан. Ол бір. Енді бұған дейін президент жолдауында айтып жүр. Осындай салғырттыққа бірінші басшы тікелей жауапты деп. Сондықтан бірінші басшылар тікелей жауапты, екінші уставты толыққанды ұстамағандықтан, сол жердегі офицер сержанттардың бейжай қарағандығынан азаматтардың өлімі болып жатыр. Армия дейтініміз, шынын айту керек, үлкен механизм. Әр жаттығуда әлемде де ең үздік деген Жапония болсын, Британия болсын, ақш болсын, Франция болсын, басқасы болсын, әр үлкен жаттығуда бір-екі адам өкінішке орай шейіт болып жатады. Өйткені танкі бұрылып қалады, ол уақытында секіріп үлгермейді, басқа болады. Және бұл жастардың адреналині, тестостероны қайнап тұрған балалардың басын біргетін жері. Енді мектепте сіз де оқыдыңыз, мен де оқыдым. Төбелестік па? Төбелестік. Мектепте ата-анамыз бар, көргенімізді шешем көреді, әкем көреді деген. Бірақ сол жас азаматтардың әлеуметтенуінің социализациясының бір бөлігі. Құдайға шүкір, біздің армияда советтің армиядағыдай дедовщина басқа дейтін жоқ. Үкімет басы Олжас Бектенов әріптестерін отандық ойынды қолдауға шақырды. Кім қандай ойын ойнайды? Можно сказать, что это метавселенная на телефон, чем-то напоминает GTA, то есть это открытый мир, где люди могут с телефона играть, взаимодействовать онлайн. Можно сказать, что как метавселенная или как GTA. В App Store есть, да? Да, есть в App Store и в Google Play. Хорошо, я скачаю, давайте в свободное время поиграем. Вот, если играть, то в казахстанские игры. Я всех призываю, коллеги. Я знаю, у нас коллеги играют, особенно молодые коллеги наши. Ну, если играть, вот давайте попробуем наш. И ребятам будет промоушен. Также, Жаслан Хасенович, надо поддерживать. Спасибо. Үкімет басы Олжас Бектенов кешегі үкімет отырысында мынау плеймаркеттердегі қазақстандық ойынды қолдау туралы айтты, әріптестеріме қолдаймын деп. Өзіңіз плеймаркеттен қандай да бір мобильді ойындар ойнайсыз ба? Мен ешқандай ойнамаймын. Мен өзі сергек жүретін адаммын. Плеймаркеттегі ойынды ойнамаймын. Мен өзім балдарыммен бірге PlayStation ойнаймын. FIFA ойнаймын, басқа ойындарды өзім ұлдарыммен бірге отырып, сондай бір демалыс күндері осылай уақыт өткіземін. Кейбірде Call of Duty ойнаймын, сондай ойындарды білетін шығарсыздар. Бірақ менің ойымша премьер-министрдің айтқан сөзі бойынша бұл осы біздің қазақстандық өндірушілерді, қазақстандық өнеркәсіпті, ол ойын сауық, ойын өндіру болсын, картоп өндіру болсын, бидай өндіру болсын, тағы да басқа өнім шығару болсын, соларды қолдайық деген оймен айтылған сөз деп ойлаймын. Айта кетейік, осы аптада астаналық 21 жастағы жігіт немере ағасын өлтіріп, 3 туысын пышақтап тастады. Күдікті атыс шабыс ойынына тәуелді болған. Ж есімді азамат сүйікті ойын ойнап отырған. Түнгі 3-терде тәтесі оған телефонын өшіріп ұйықтауын өтінді. Бірақ ол бұл өтінішті елемеді. Сондықтан отбасы мүшелерінің арасында жанжал туындады делінген тергеу мәліметінде. Жас жігіт қолына асқына пышағын алып ескерту жасаған тәтесінің ұлына аяусыз пышақ сұққан. Салдарынан 28 жастағы ер адам мерт болды. Қазір зардап шеккен отбасының өзге мүшелер ауруханада жатыр. Олардың жағдайын дәрігерлер аса ауыр деп бағалады. Бүгінге осы YouTube алгоритміне сәйкес лайк басып, пікір қалдырамыз. Сіздің қолдау біз үшін аса маңызды.